Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым. Менің YouTube арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, лүпіл жіберуді ұмытпаймыз. Бүгін біз 3-ші сынып қазақ тілі 45-ші сабақ түбір мен қосымшаның жазылуы тақырыбында сабағымызды жалғастыратын боламыз. 30-ші жаттығу мәтінді тыңда. Жоғалтып алған күн. Бір күнде Витяның ағасына досы келеді. Ол бір күрсініп алып малақайын лақтырып жіберіп, «Бір күнімді жоғалтып алдым», дейді. Досы кеткеннен кейін Витя ағасынан, «Күнді жоғалтып алуы мүмкін бе? Олар бір-бірінен аумайды ғой», деп таңданады. Уақыт мөлшеріне қарай күндердің бәрі бірдей, бірақ олар бір-бірінен жасалынған істер және тыңдалған әрекеттерге байланысты ерекшеленеді, деп жауап беріп отырып, ағасы әрі қарай жалғастырады. Адам баласының пайдалы іс жасамағаннан немесе көп білуге қажетті ешқандай әрекеттенбегені күні болса, онда ол бос өткен, жоғалып жоқ санатында есептелетін күн деп аталады. Сол күннен бастап Витя ұйықтар алдында бұл күні жасаған істері, білген мағлұматтары жайында үнемі айтатын болды. Сол әңгіменің соңында, «Бұл күнім босқа кеткен жоқ па? Мен оны жоғалтып алған жоқпын ба?» деп сұрайтын болды. Мәтіннің тапсырмаларына назар аударайық. Мәтін неліктен жоғалтып алған күн деп аталған? Өз ойыңмен бөліс. Егер бір күннің ішінде пайдалы жұмыс бітірмесең, онда бұл күніңді босқа өткізім деп есептей бер. Нақыл сөзінің мәнін топта талқыла. Мәтіндегі қарамен жазылған сөздерге назар аудар. Түбір сөздерге қосымшалардың жуан, жіңішке болып жалғану себебін неден деп ойлайсың? Ережеге назар аударайық. Түбір сөздің соңғы буыны жуан болса, оған жалғанатын қосымшалар да жуан болады. Мысалы, адам, адамдар, адамдардың. Түбір сөздің соңғы буыны жіңішке болса, оған жалғанатын қосымшалар да жіңішке болады. Мысалы, сурет, суретші, суретшілер. Мұқият есте сақтап алайық. Мәтінде босқа өткен бір күн туралы жазылған. Екінші, бір күннің ішінде пайдалы іс жасамасаң, онда бір күннің алтын уақытың босқа өткенімен тең. Себебі әрбір уақыт бізге берілген мүмкіндік. Сондықтан әрбір күнімізді екінші күннен ерекше қызықты пайдалы етіп өткізуіміз керек. Бізге қарамен жазылған сөздер досы, ағасынан, күндердің, баласының, әңгіменің. Енді осы сөздерге жалғанған қосымшалардың жуан немесе жіңішке екенін дәлелдейік. Досы жалғанып тұрған қосымша «ы», себебі алдыңғы «о» дыбысы жуан. Ағасынан, бұл жерде жалғанып тұрған жуан қосымша, себебі «а» дыбыстары жуан дауысты дыбыс. Үшінші, күндердің, күн түбірі дердің қосымшалары жіңішке жалғаулармен, себебі «ү» дыбысы жіңішке дауысты дыбыс. Төртінші, баласының, түбірі бала, «а» дыбыстары жуан дауысты дыбыс болғандықтан, қосымшалар да жуан болып жалғанады. Ең соңғы, әңгіменің, әңгіме түбірінің қосымша жіңішке жалғаумен, себебі алдыңғы «ә», «і», «е» дыбыстары жіңішке дауысты дыбыстар. 31-ші жаттығу көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, сөйлем құрап жаз. Уақыт жылжиды,
немесе тоқтайды. Сағат өтеді немесе жүреді. Уақыт тез өтеді. Енді біріншінде уақыт жылжиды, сағат өтеді, уақыт тез өте шығады деген секілді. Ал енді осы сөздерге қатыстырып біз сөйлем құрап көрейік. Сүйікті ісіңмен айналысқанда уақыт тез жылжиды. Екінші, анам базардан келгенше 1 сағат өтеді. Үшінші, демалыс күндері уақыт тез өте шығады. 32-ші жаттығу. Сурет бойынша әңгіме құра. Жұбыңа баянда. Оның құраған мәтініне өз пікіріңді білдір. Мен әрине бұл өз нұсқамда құраймын. Сендер де өз нұсқаларыңда мәтін құрап көріңдер. Мұражайда. Біз демалыс күні тарихи мұражайға бардық. Онда көптеген тарихи мұралармен таныстық. Оның ішінде динозавр мүсінін көргенде қатты таң қалдық. Көлемі біз ойлағаннан да үлкен әрі тістері үшкір өткір екен. Мұражай қызметкері бізге көптеген қызықты ақпараттар айтып берді. 1000 рет естігенше 1 рет барып көрген жақсы екен. Бізге өте қатты ұнады. Мінеке бүгінгі біздің түбір сөздер мен оған жалғанатын қосымшалар тақырыбындағы сабағымыз аяқталды. Менің YouTube арнамды жоғалтып алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, лүпіл жіберуді ұмытпаймыз. Келесі қызықты сабақтарда кездескенше сау болыңдар.